Каменский жайында не білеміз? Каменский жайында мына сөйлемді білсек жеткілікті. Мұғалімдерге тамаша міндет жүктелген. Күн астында одақ тұрған еш нәрсе жоқ. Аттестациядан өту үшін сұралатын осындай бір сұрақ бар. Осы сұрақты білсең, аттестациядан өтесің. Осы сөйлемді білу арқылы Каменский айтты деген. Аттестациядан өтерсің, бірақ жалпы Каменский жайында не білуіміз керек жөнінде осы видеода айтып берейін. Каменскийдің мұндай сөзі жоқ. Бар болса, ол былай айтар еді. Magister optimum habet functionam iti nihil est sub sol otius. Ян Амос Каменский еңбектерін латынша жазған. 17 ғасырдың Европасында ғылым тілі латынша еді. Оның шығармалары мыналар. Didactica magna, obis sensualium pictus. Ян Амос Каменский педагог және епископ болған. Ана тілінде көрнектіліктермен оқыту, өмір бойы оқыту, кедей балаларын оқыту және қыз балаларының оқу мәселесін көтерген. Әркім білім алу керек, әркім білімге қолы жететіндей болу керек. Бұл принцип тегін және міндетті білім берудің негізі осы Каменскийдің принципіне сүйенеді. Білім беру оқушылардың даму сатыларына сай болу керек деген принцип те осы Каменскийден алынған. Білім алудың мағынасын ұғу арқылы үйрену. Бұл заманауи білім берудегі сыни ойлау мен проблеманы шеше алу деп жүрген мәселе де осы Каменскийге сүйенеді. Көрнекі және есте сақтау материалдарын қолдану білім беруде қызықты әсерлі қылады дегеннен алынған. Технология құралдарын қолдануда осыған кіреді. Өмір бойы үйрену, білім алудың тек бала кезде, жас кезде ғана емес, өмір бойы жалғасын деген осы Каменскийден алынған. Каменскийдің бұл принциптері қазіргі заманауи білім берудегі сапа мен оқушыға көңіл бөлінетін білім берудің негізін қалайды. Каменскийді айтты деген жаңағы мағынасы сөйлемді жаттап алып аттестациядан өтерсіз. Педагогиканың атасы саналған Ян Амос Каменскийдің теориялары мен принциптері білу сіздің қазіргі заманауи педагог болу үшін керекті заманауи технологияларды қолдану деп жүрген білімге ие болуға себеп болады. Сол үшін Ян Амос Каменский туралы тек қана осы сөйлемі ғана шектелмей, ол туралы кеңірек білуде пайда бар. Ал аттестациядан өту үшін тек қана жаңағы сөйлемді жаттап алсаңыз болды. Мұғалімдерге тамаша міндет жүктелген. Күн астында одақ тұрған еш нәрсе жоқ.